бүгінгі конференцияға қатысушы қонақтар, әріптестер, студенттер, өзіміздің түркі тілдеріндегі сингармонизм заңдылығы атты диссертациямыздың негізінде осы бір баяндаманы дайындадық. Баяндамамыздың тақырыбы алаш зиялыларының қазақ тіліндегі сингармонизм мәселесіне қатысты тұжырымдары деп аталады. Қазақ тіл білімінің көптеген салалары, оның өзекті мәселелері, терминологиясы, жазуы 20 ғасырдың басындағы алаш зиялыларының жанкешті еңбегімен қалыптасқанын бәріміз білеміз. Бастаған зиялылардың тіл проблемасын 20 ғасыр басында көтеріп, кейін оны ары қарай Қалел Досмұхамедұлы, Біржан Дулат, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан Жұмабаев, Қошқар Кемеңгерұлы, Телжан Шонанұлы, Елдес Омарұлы, Мұхтар Әуезов, Әлімхан Ермеков, Құдайберген Жұбановтардың мақалалары мен оқу құралдарында жан-жақты талқыланып, жүйеге келтірілді. Алаш қайраткерлерінің сол кездегі пікірлері тіл тану ғылымының көптеген мәселелерін шешуде үлкен рөл атқарды. Сол кезден бері қазақ тілінің ұлттық мәртебесін көтеру, оның қолданыс аясын кеңейту, өзге тілдердің ықпалынан қорғау, болашағын айқындау мәселесі әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпай келеді. Қазақ әліпбиін, оның емлесін қалыптастырумен бірге алаш зиялылары тілдің тазалығын, оның қолдану мәдениетін жүйеге енгізу жолында күресті. Біржан Дулаттың қазақ тілінің мұңы, Қалел Досмұхамедұлының қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы, Нәзір Төреқұловтың қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм, Нәзір Төреқұловтың Ауропа сөздері деген еңбектерінде тіліміздің орфоэпиялық нормаларын, тіл табиғатының сақталуы, өзге тілдердің әсері ғылыми саралаудан өтті.